Қайырлы күн, құрметті студенттер. Менің аты жөнім Жұманова Айман Зейнел Ғабденқызы. Тарих факультеті Қазақстан тарих және Қазақстан халқы ассамблеясы кафедрасының доценті, меңгерушісі боламын. Бүгінгі практикалық сабағымыздың тақырыбы этнодемографиялық үдерістер және ұлтаралық келісімді нығайту. Семинар сабағында қарастырылатын сұрақтар: 1897-1917 жыл аралығында Қазақстанның ұлттық құрамы, 1917 жыл мен 39 жыл аралығындағы Қазақстанның әлеуметтік демографиялық дамуы, 1940-89 жылдарда Қазақстанның демографиялық дамуы, 4 тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның демографиялық дамуы, 99 жылғы және 2009 жылдардағы халық санағы, Қазақстан халқы ассамблеясы этносаралық келісімнің үлгісі. Әдебиеттер тізімі алдыларыңызда көрсетіліп тұр. Осы әдебиеттерді алып, тақырыпқа қатысты мағлұматтарды алуларыңызға болады. Қазақ халқының этнодемографиялық тарихи жолын негізінен ірі-ірі 3 дәуірге бөлуге болады. Бірінші дәуір отарлық дәуірі, 18 ғасырдың 30 жылдарынан бері 1917 жылға дейін. Екінші дәуір 1917 жылдан 1991 жылдың аралығын қамтиды, яғни кеңес заманы. Үшінші дәуір тәуелсіздік дәуірі 91 мен осы қазіргі уақытқа дейін. Отаршылдық дәуір 18 ғасырдың 30 жылдарынан 1917 жылға 3 кезеңге бөлінеді. Яғни 18 ғасырдың 30 жылдарынан жалпы көші-қон негізінде ұйымдастырылған стихиялы түрде болды. 1889 жылдан 1905 жылға дейін көші-қон ресми заң түрінде ұйымдасқан жағдайда. 1905-1907 жылғы көші-қон Столыпин аграрлық реформасының ауқымында шаруаларды қоныстандыру саясатының өрістеуі арқылы жүрді. Екінші дәуір кеңес заманы, яғни 1917 жылдан 1991 жылға дейін деп 6 кезеңге бөлуге болады. Яғни бірінші кезең 1917-ден 26 жылдың аралығы сырттан келетін көші-қонның бәсеңдеген жылдары. Екінші кезең 1926-39 жылға дейін көші-қонның сырттан келген толқындары қайта өрістеген уақыт. Үшінші кезең 1939-дан 45 жылға дейін екінші дүниежүзілік соғыс жылдары. Төртінші кезең 1946-дан 1959 жылға дейін көші-қонның әртүрлі бағытта шарықтаған жылдары. Бесінші кезең 1959 жылдан 1970 жылға дейін сырттан келетін көші-қон бәсеңдеген кезең. Алтыншы кезең 1970-1996 жылғы сыртқы көші-қонның Қазақстан халқының саны мен құрамына әсер етіп, құрамына әсері әлсіреген уақыт. Үшінші дәуір тәуелсіздік дәуірі, ол 1991 жылдан бастап осы күнге дейін. Бірінші кезең 1991-2000 жылдар аралығында басқа этностар өкілдерінің тарихи оқиғалармен қайтқан шетелдердегі қандастарымыздың оралуы басталған кезең. Екінші кезең 2004 жылдан басталып, осы күнге дейін жалғасын таба беретін кезең деп айтуымызға болады. Ең алғаш бірінші бүкіл ресейлік халық санағы 1897 жылы болған екен, 9 ақпанда. Онда Семенов Тянь-Шанскийдің жобасы негізге алынды. Яғни ол жерде бір күндік санақ болады деп есептелген болатын айтылды сіздерге. Қазақ халқының ұлттық құрамының динамикасы берілген алдыларыңызда. Облыстар бойынша халық саны, ұлттық құрам, 20 жылғы санақ бойынша Қазақстандағы ұлттық құрам, яғни 6 ұлт өкілдерін көріп отырмыз. 1920 жылы санақ бойынша қала халқының саны 8,5% болды, ауылдікі 91,5%, қаладағы ұлттық құрам қазақтар 7,2%, орыстар 72,8%, татарлар 13,2%-ды құрады. 1926 жылы 17 желтоқсанда КСРО халқын түгел қамтитын бүкілодақтық халық санағы өткізілді.
жобаны жасауға жетекшілік еткен Михайловский мен Квиткин болды. Санақ 7 күннен 14 күнге дейін сауалнама әдісімен жүргізілді. Сауалнамада 7 белгі бойынша сұрақ болды. Жасы, жынысы, ұлты, ана тілі, тағы да басқа. 1926 жыл санақ бойынша Қазақстандағы ұлттық құрам, яғни қазақтар 3496 болған, орыстар 1300, Украинда 859, татарлар 79% құраған екен. 1926 жылы Қазақстандағы 22 қала болды. 1897 жылдан 1926 жылға дейін қала халқының саны 82%-ға өскен. Қала халқының саны 1897 жылға 265,14 мың адамнан 1926 жылы 520,005-тен қалып тұр. Жаңағындай жалпылама аз түрін көруімізге болады. Қазақстандағы ірі қалалар кесте түрінде берілді. Қала халқының ұлттық құрамы 1897 жылы орыстар 51% болды, қазақтар 15,4% болды. 1926 жыл бойынша орыстар 54%, қазақтар 14,12%, татарлар 8,9%, өзбектер 10,8% құрады. Ауылда қазақтар 60%, орыстар 16,12%, украиндықтар 13,9%, өзбектер 2%-ға айтады. Жастық жыныстық құрам, жасы 14 жасқа дейін орыстар 41,6%, қазақтар 33,3%. Әлеуметтік құрылым. Жұмысшылар мен қызметкерлер 7-ден 8-ге дейін, олардың ішінде жұмысшылар 5-тен 4-ге дейін, адам ауыл шаруашылығы қызметкерлері 92%. 1926 жылы Қазақстанда 12,6 жұмыссыз адам тіркелген. 1897 жылғы 1939 жылғы Қазақстан халқының ұлттық құрамы мен өсімнің динамикасы. 1920-1930 жылдары Қазақстандағы этнодемографиялық процестер әсер етті. Ол этнодемографиялық процестерге индустриалдық миграция, агромиграция және 1920-30 жылға дейінгі болған репрессиялар. Қазақ халқының саны 59-89 жылдар. Келесі Қазақстан халқының саны 59-89 жылдар аралығын қамтыды. Қазақстандағы негізгі ұлттардың санының өсімі. Келесі Қазақстандағы негізгі ұлттардың санын оқу динамикасындай нақты жауап береді. Кез келген деректеріңіз жіберсеңіздер болды. Қазақстан Республикасының облыстардың қалалық тұрғындар санының өсу динамикасы. Қазақстан Республикасы Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Атырау, Шығыс Қазақстан, Семей, Маңғыстау, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Астана, Алматы қалаларынан да бар. Халықтың миграциясы. Қазір Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдері тұрады. Оның ішінде ең көп 11 ұлт бар. Олар атап айтсақ қазақтар, орыс, украин, өзбек, татар, ұйғыр, неміс, корей, белорус, Азербайжан, түріктер. 2019 жылы 1 ақпанда Қазақстан Республикасының халық саны 1000 адамға шаққанда барлық халық 18415 адамды құрайды, 18 миллион. Қала халқы 10 миллион
ауыл халқы 7.706.000 адам. Ерлер соның ішінде 8.923.000 адам, әйелдер 9.492.000. Ауыл халқы 41,8% құрайды, қала халқы 52,12% құрайды. Ерлер 48,15%, әйелдер 51,15% құрайды. Енді жалпы халық санағы 2019 жылдан 2020 жылға ауыстырылған болатын. Енді 2020-дан 2021 жылға дейін ауыстырылды. Бүгінгі семинар сабағының тапсырмасы. Кестені салыстырмалы кесте құрастырасыздар. Қазақстан кеңестік дәуірде және Қазақстан тәуелсіздік жылдарда адам халқының санын салыстырмалы түрде қарайсыздар. Ол жерде негізгі бағыттар, көші-қон саясатының негізгі бағыттарын анықтайсыздар.